Сарарқой елдің алыс, қалдау жалғыз, жат жерде талай едім, болдым таныс. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің құрметті қызметкері, көрнекті ғалым Болат Әбдікәрімұлы 1939 жылы ақпанның 17-сі күні қасиетті Нұра өзенінің жағасында дүниеге келді. Келі топырақта нәр алып, әкенің жанарынан, ананың аялы алақанынан қуат алып, қанатын кең қомдаған Болат Әбдікәрімұлы оқуды өмір азығы, білімді ырыс қазығы ретінде ұстады. Әкеміз қайтыс болғанда, анамыз 4 баламен 80-дегі атамызбен қалды. Болат сол кезде 5 жаста болатын. Болат бала кезінен өте зерек болды. Мектепке бармай жатып, ол оқуды үйреніп алды, кітап оқуды. Сол мектепте оқып жүріп, облыстық олимпиадаларға математикадан, физикадан соға қатынасып жүрді. Кейін 10 класс бітіргеннен кейін 58 жылы Қарағанды политехник институтына тау кен инженері, оның ішінде электромеханиктік білім алып, содан кейін Шахан деген кентте бір шахтада механик болып учаскеде жұмыс жасады. Туған жерім, халқым деп соққан жүрек дүрсілі мен бойына сіңірген шексіз білім тұңғиығы Болат Әбдікәрімұлын елінің игілігі үшін адал әрі қажырлы еңбек етуге жетеледі. Ұлы Абайдың әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кеттігін тапта бар қалан деген ұлағатты өсиетін басты ұстаным еткен ол еңбек майданының барлық өткелдерінен абыроймен өтіп, еңбек қайраткері дәрежесіне жетті. Болат Әбдікәрімұлымен мен өзім 30-35 жылдай әрі құрметтес, әрі қарым-қатынаста болдым. Бірге көп жұмыстарды атқардық. Ол кісі енді менен 10 жаста үлкен дегенмен бір дос жолдас болып, бір жағынан ағалы інілі болды. Сол 10 жыл, 12 жылдың ішінде бүкіл Қазақстандағы кәсіптік техникалық училищелерді бір жөнге келтіріп, мен Маңғыстауда, бүкіл Жезқазғанда облыстық басқармалардың басшылары бола жүріп, Алматыда кездесеміз, Мәскеуде кездесеміз. Мәскеуде бірнеше рет арнайы мемлекеттік комитеттің коллегиясы болды. Соған барған кездерімізде кездесеміз. Сонда Бөкеңнің бойындағы бір ерекше қасиет. Бөкең екі тілде бірдей естіп сөйлейді. Орысшасы да, қазақшасы да. Сосын Бөкеңнің және бір ерекшелігі біздің өзі ата-бабадан келе жатқан өз дәстүрімізді, тарихымызды, мәдениетімізді ерекше білген адам. Дос болып араласып сыйласа білдік. Ол енді сол азаматтың, үлкен тұлғалы азаматтың, халқымыздың кәдімгі алдындағы келе жатқан үлкен тұлғаның бірі еді. В нынешнем году исполнилось бы 80 лет замечательному ученому, заслуженному деятелю Республики Казахстан и заслуженному работнику профессионально-технического образования Казахской ССР, академику Академии педагогических наук Республики Казахстан, Международной академии информатизации и Российской академии профессионального образования, доктору педагогических наук, профессору Болату Әбдікәрімұлы. Роль Болата Әбдікәрімұлы в становлении и развитии профессионально-технического образования велика. Этому способствовало глубокое знание системы подготовки рабочих кадров. Работа после окончания вуза на производстве дала ему возможность понять систему подготовки рабочих кадров, а затем ее модернизировать. Он один из первых ученых, которые начали связывать экономику с педагогикой. Болат Әбдікәрімұлы, работая заместителем министра образования, начальником управления системы профессионального образования, создал в республике целую систему методик и издавал научно-методические пособия для непрерывного профессионального образования. Им было опубликовано 13 томов научно-методических трудов.
Мен Болат Әбдікәрімұлы мен 1999 жылы Евгения Арыстанович Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде ғылыми тақырып бойынша алғаш рет жүздестім. Міне содан бері біздің арамызда ұстаз бен шәкірт арасындағы шығармашылық ынтымақтастық жалғасын тауып келе жатыр. Одан кейін бір ерекше еске алатын жағдай Болат Әбдікәрімұлының маған докторлық диссертацияның тақырыбын бергені. Өзіміздің қазақ педагогикасының түп тамырын зерттеуіміз керек деп жаңағы осы қазақ педагогикасындағы Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұни, Махмуд Қашқаридың педагогикалық идеялары деген тақырыпты берген болатын. Міне күні бүгінге дейін мен ол кісінің өзінің қолымен жазылған сол тақырып 2011 жылы мен Қарағанды мемлекеттік университетінде жұмыс істеп жүргенімде маған қоңырау шалып, Қарлығаш, сен мынау Астанадағы ірі аграрлық университеттің бірі Қара шаңырақ осы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетіне келіп жұмыс істегенін дұрыс болар. Бүгінгі күнде елбасының қойып отырған талабының өзі осы Астанадағы жоғарғы оқу орындарын дамыту, әлемдік деңгейге көтеру. Міне соны біз ғалымдар қолға алуымыз керек. Ағаш тамырымен адам досымен дегендей, Болат Әбдікәрімұлы досқа ерекше адал, адамгершілігі асқақ, биік тұлға еді. Как и у любого талантливого человека, у Болата Әбдікәрімұлы интеллигентная и высокообразованная семья. Ему очень повезло с женой и детьми, которые в свою очередь много сделали для становления его характера и его жизненных успехов. Үйінің бір бөлмесі сол бөкең жататын бөлме екен. Сол бөлменің бір стенасы, ұзын стенасы түгел жерден жоғарға дейін кітап екен жиналған. Сол кітаптарды қарасам, бөкеңнің өздігімен оқитындығы, жаңағы ол әлгі көркем әдебиет өз алдына, ылғи әлгі қазақша оқу, қазақша тарих, қазақтың мәдениеті, әдебиеті, Алпамыс батыр, тағы басқа эпос жырлар, осындай кітаптар толып жатыр екен. Мысалы, осы бөкеңнің өмірі өте үлгілі деп ойлаймын. Об Аташке всегда в голову лезет одна история. Когда мне было 13 лет, мы с Аташкой записались на курс английского языка. Тогда я не понимал смысл действий его. Думал, просто он хочет, наверное, английский язык подучить и все. Но с возрастом я начал понимать то, что с его стороны это была поддержка для меня. Но также, соответственно, он и сам хотел научиться чему-то новому. Ғылымға адалдығы және өз еліне ыстық ықыласы Болат Әбдікәрімұлын мәңгілік даңққа бөледі. Бүгінгі жастарға, балаларға айтатынымыз, ең бастысы еңбекқор болу керек, сабаққа деген көзқарасы, сабаққа деген ынтасы жоғары болу керек. Негізгі табыс жететін биіктері ол еңбек арқылы, білім арқылы. Болат Әбдікәрімұлының асқар азамат, ұлағатты ұстаз, көрнекті ғалым, өнегелі отбасы иесі ретіндегі өмір жолы бүгінгі жастарға өнеге.